19 ғасырдың басында Қазақстанның саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайы және 1905 жылғы Ресейдегі революцияның қазақ даласына тигізген әсері. Ресей империясының отарлық саясаты 20 ғасырдың басында Ресей империясы қазақ даласының отарлық саясатына күшейтіп, жерді игеру мен ресурстарды бақылауға алуды бірінші орынға қойды. Қазақ жерінің мемлекеттік меншік деп жарияланып, империяның қоныс аудару саясаты жүйелі түрде жүзеге асырылды. Қазақ даласының әкімшілік жүйесі қазақтар бұрынғы дәстүрлі билік жүйесімен ажырата бастады. Дала, облыстар, уездер, болыстар құрылып, әкімшілік басқару толығымен патша үкіметінің қолына өтті. Бұл өзгерісте жергілікті билер мен ақсақалдардың рөлін әлсіретті, ал патша шенеуніктердің ықпалы күшейді. Орыс қоныс аударушылар көбеюі мен жер таралуы нәтижесінде қазақ шаруашылығының экономикалық жағдайы нашарлап, әлеуметтік теңсіздік күшейді. Сонымен қатар осы кезеңде қазақ қоғамында білімге, саясатқа, ұлттық бірлікке деген қызығушылық артып, қоғамдық ой-сананың жаңғырту үдерісі басталды. Ресейдің әкімшілік реформалары 20 ғасырдың басында империялық қазақ даласының жаңа облыстар мен уездерге бөліп, орталықтағы басқару жүйесі күшейді. Дәстүрлі билік жүйесі әлсіреп, оның орнына уезд бастықтары, болыс басшылар және старшындар енгізілді. Қазақ жерлері мемлекеттік меншік деп жарияланып, қоныс аудару саясаты күшейді. Басқару толық патша әкімшілігінің қолына өтті. Наразылық пен қарсылықтар, әлеуметтік қысым мен жер мәселесінің ушықуы халық назарын күшейтіп, қарсылық қозғалыстарының пайда болуына әкелді. Экономикалық жағдай 20 ғасырдың басында қазақ даласының негізгі тіршілігі мал шаруашылығына негізделді. Көшпелі және жартылай көшпелі өмір салты сақталды. Халық табысының негізгі бөлігі 4 түлікке байланысты болды. Ресей империясының қоныс аудару саясатына байланысты қазақтар пайдаланған кең байтақ жайылымдардың көп бөлігі таратылып, шаруалар мал өрістері мен қыстауларға айырылды. Бұл қазақ экономикасына елеулі нұқсан келтірді. Салпын реформалары кезеңінде Қазақстанға орыс, украин және басқа да халықтар жаппай қоныстана бастады. Қоныс аудару қорлары ашылып, қазақ жерінің ең құнарлы аймақтары жаңа қоныстанушыларға берілді. Нәтижесінде қазақ шаруаларының әлеуметтік жағдайы нашарлады. 20 ғасырдың басында сауда қатынастары күшейіп, жәрмеңкелер көбейді. Петропавл, Қостанай, Семей, Әулиеата сияқты қалалар аймақтық экономикалық орталықтарға айналды. Сауда арқылы қазақтар отырықшылыққа, жаңа кәсіп түрлеріне біртіндеп жақындай бастады. Әлеуметтік жағдай 20 ғасырдың басында қазақ қоғамында әлеуметтік жіктелу айқын күшейді. Байлар ірі мал иелері ретінде билік ұстады, ал кедейлердің саны жер тапшылығының салдарынан жылдан жылға арта түсті. Қоныс аудару саясатының күшеюі нәтижесінде көптеген қазақ ауылдары ата қонысынан айырылды. Жердің азаюы халықтың тұрмысын ауырлатты, отбасыларға жаңа өңірлерге көшуге мәжбүр етті. Әлеуметтік теңсіздік, жер мәселесі және отарлық қысым қазақ халқының ұлт санасының оянуына түрткі болды. Жастар мен зиялылар арасында еркіндік, автономия, білім беру реформалар туралы ойлар тарала бастады. Қоғамдағы өзгерістермен қатар жәдік қозғалыс күшейіп, жаңа әдіспен оқытатын мектептер ашылды. Бұл қазақ қоғамының жаңа білімге, мәдениетке және прогреске бет бұруына үлкен ықпал етті. 1905 жылғы революция. Себептері: 1905 жылы революция патшалық биліктің қатаң саясатына, халыққа салынған салықтың ауыртпалығына және жұмысшылардың әлеуметтік жағдайының нашарлауына байланысты шықты. Әлеуметтік әділетсіздік пен саяси қысым халықты қарсылық көрсетуге мәжбүр етті. 17 қазан манифесі революция нәтижесінде 17 қазан 1905 жылы патша Николай манифесті жариялап, азаматтарға кейбір құқықтар мен бостандықтарға кепілдендірілді. Сөз бостандығы, баспасөз еркіндігі, жиналу құқығы парламенттің құрылуына жол ашты. Бұл оқиға Ресей саяси өміріндегі алғашқы елеулі өзгерістер толқыны болды. Революция қазақ даласына әсер етіп, жер мәселесі мен әлеуметтік теңсіздік туралы пікірлердің өсуіне, халықтың саяси белсенділігінің артуына себеп болды. Қазақ даласына тигізген әсері: 1905 жылғы революция қазақ қоғамында саяси белсенділікті күшейтті. Халық өз құқықтарын қорғау, жер мәселесін шешу және әлеуметтік әділетсіздікке қарсы шығу үшін бірге басады. Қазақтар патша үкіметіне хат жолдап, өз талаптарын жеткізуге тырысты. Солардың ішінде ең белгілісі Қарқаралы петициясы. Оған шамамен 40 мыңнан аса адамның қолы қойылып, бұл халықтың біртұтастығы мен ұйымдасуын көрсетті. Революция кезеңі қазақ зиялыларының саяси, мәдени және білім беру ісіне белсене араласуына жағдай жасады. Ұлттық интеллигенция қалыптасып, халықты ағарту, білім беру және ұлттық сана-сезімді ояту бағытының маңызды рөл атқарды. Қорытынды: 20 ғасырдың басында Қазақстанда Ресей империясының отарлық саясаты күшейді. Халық даласы әлеуметтік
реформалармен толық орталықтандырған басқару бағындырды. Жердің таралуы, жайылымдардың азаюы, орыс және басқа да қоныс аударушылардың келуі қазақ шаруашылығының тұрмысын ауырлатты. Мал шаруашылығы басты кәсіп болса да, жер тапшылығы мен әлеуметтік қысым халықты кедейлендіруге әкелді. Әлеуметтік теңсіздік бай мен кедей арасындағы алшақтықты арттырды. Қоныс аудару және жерден айырылу қазақтар арасындағы наразылық пен ұлт-азаттық көңіл-күйді күшейтті. Бұл кезең қазақ қоғамының саяси белсенділігінің өсуіне, халық арасындағы ұйымшылдық пен ұлттық сана сезімінің қалыптасуына түрткі болды. 1905 жылғы революциялық қазақ халқын оятты. Патша үкіметі жолдаған петициялар, хаттар, соның ішінде Қарқаралы петициясы халықтың біртұтастығы мен саяси әрекетке деген ұмтылысын көрсетті.